Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгінгі біздің видеода мына кулерға видео обзор болады. Бұның атауы мына жерде жазылып тұр. Так, Aero Active Cooler 5 деген міне Asus ROG Phone 5-ке арналған. Asus ROG Phone 5 деген смартфон, ол мына смартфон. Айтпақшы, бұл смартфон туралы видео обзор көргілеріңіз келсе, онда мына экранның оң жақ жоғарысында болады ссылка. Так, сонымен лишний заттарды алып тастайық. Мұнда айтпақшы, мынандай чехол бар деп айтқан болатынмын. Оның алдында ол не үшін қазір көресіздер. Мысалға, телефонда міне орнына чехолға саламын. Арт жақтары кішкене жерлері ашық. Кулерді қолдану үшін жердегі нені алып тастаймыз, резинканы алып тастаймыз. Содан соң былай подключать етеміз. Так, қазір мына жерде внимательно қарау керек. Мынандай контактысы бар. Мына жерде астында контактысы бар. Сол контактыға дұрыстап салу керек. Так, примерно қазір салып көрейін. Так, оқыды ма? Так, я. Мына кулердің плюстарын айта кетейін. Ол ең бірінші плюсы әрине мынау система охлаждения на кулері. Яғни ойын ойнаған кезде телефон қатты қызып, там неғып кетпейді да, тупиттап кетпейді. Так, не дейді? Обновить ету керек дейді. Обновить ете берсін. Так, далее бұның бүкілін білеміз. В общем, ең бірінші плюсы ол телефон қызып кетпейді. Кулері айналады. Телефонның температурасын нормально ұстап тұрады. Екінші плюсы ол екі физическая кнопкалары. Мына екі кнопкасы бар, мынандай оң жақ, сол жақта. Бұны не істеуге болады? Мысалы, бұл жерде мен PUBG-да осы екі кнопка настройка жасап қойғам. Ол былай ұстаған кезде, оң жақтағы кнопканы бассам, ол оң жаққа наклон жасайды, сол жақтағы кнопканы бассам, сол жаққа наклон жасайтын қылып қойғам. Оны біраздан соң көрсетемін. Так, бірінші плюсы ол охлаждение, екінші плюсы ол мына кнопкасы, үшінші плюсы ол подставкасы. Мына смартфонды блокировка қойсақ, смартфонды былай подставка ретінде қоюға болады. Фильм көрсеңіздер, либо бірінші положение осындай тік тұрады. Екінші положение мынаны ашамыз. Кішкене былай уклон жасап тұрады, мінеке көріп тұрсыздар ма? Вот. Бұл үшінші плюсы. Төртінші плюсы ол RGB подсветка. Мынау подсвет әртүрлі цветке не қылып тұрады, өзгеріп тұрады. Или бір цветке қылып қойылады. Қараңыздар, қазір мінеке. Қалай көрсетсем болады, міне. Жасыл цвет, көк цвет әртүрлі цветке өзгеріп тұр. Камера арқылы дұрыс көрінбейді. Бірақ на самом деле былай қарасаңыз прям прикольно көрінеді. Так, тағы бесінші плюсы ол дополнительный разъем. Көріп тұрсыздар ма, наушник тағатын жері. Яғни телефонның өзінде оң жағында наушник тағатын жері бар, бірақ ол ойын ойнаған кезде ол мешать етеді. Былай ұстайсыздар, осы өзі мешать етеді. Сондықтан астынан істеп қойған, астынан. И наушник тағатын жері бар. Және телефонда мына жерде зарядка тағатын жері бар. Өте ойынға ыңғайлы. Енді ойынға арналған смартфон ғой. Сондықтан ыңғайлы болып жасалынған. Так, енді біз PUBG-ға кіріп көрсетейін жаңағы мына кнопкалар қалай жұмыс жасайтындығын. Алдыңғы видеода айтқан болатын еще мына жоғарысында сенсорный кнопкалар бар телефонның. Соларды да тоже қолдануға болады. Бірақ телефон өте үлкен болғандықтан мен оны қолданбаймын. Мен мына екі кнопканы қолданам. А так сіздер қолданыс үлкен болса, сіздер былай жасасаңыздар болады. Мына экранда астында екі управление, екі саусақ қолданасыз. Мына жерде екі саусақ қолданасыз, төрт саусақ экранда. Тағы мына жоғарғы саусақ пен ортаңғы саусақтар бар ғой, мынау. Сол саусақтармен мына жоғарыны басатын қылып қойсаңыз болады. Және безимынный палец дейді ғой, мына палецпен міне. Сонымен мынаны басатын қылып қойсаңыздар болады, міне мына кнопканы. Сонымен көп режим болады ғой, былай айтқанда. В общем, топ. Қараңыздар, сразу әртүрлі цветке айналып жатыр.
Так, управление бүкілін көрсете кетейін. Айтпақшы бұл ойында графикті былай қылып қоюға болады. Міне Asus ROG Phone 5 осындай режим поддерживать етеді, және плавноға қойсаңыздар 90 Гц-ке қоюға болады. Міне 90 Гц выход. Негізі перезагрузка жасау керек. Перезагрузка жасамаймын мен. Маған өткен қатты маңызды емес ол. Міне қараңыздар. Настройка кнопки. Мына жерде настроить деген басасыздар. Управление мынандай болып тұр менің де қазіргі уақытта. Ал мен мына жерден қараңыздар. Мен получается мына кнопканы былай тағы ашамда Air триггерге басам, кнопка охлаждениеге басам. Қосылып тұр. Мына қызыл R деп тұрған артындағы оң жақтағы кнопка болады. Оны бетіп басып тұрамызда, қайсысы керек соған басамыз. Мысалға мен мына жерде секретінге басып қоям, жоғарысына мінеки. Жоғарысына қойдым. Яғни мына кнопканы басқан кезде мына действие орындалады, секреті. Сол жақтағына мен мысалға жататынға қойып қояйын. Мысалы жатып ату керек болып баса, сразу кнопканы басып салам. Екі кнопканы орнына қойдым, мынаны активировать еткенмін. X-ті басып жабамын. Сохранить. Выход. Выход. Мына жерден енді ойынға кіріп көрсетейін. Хотя любой ойынға кіре салайын. Так, мінекей достар, ойынға кірдік. Так, мінекей артында кнопка, сол жақта кнопканы бассам жатады. Тағы басам тұрады. Тағы басам жатады. Ал оң жақтағы кнопканы бассам, мына кнопканы. Міне мына кнопканы. Ол кезде секреді. Басам, мінекей секрет, секреді. Және басқан кезде қараңыздар. Қараңыздар. Так, мына жақта атысып жатыр екен, барып көрекші. Міне сол жақта кнопка басып жаттым. Гранатамен атып жібердім, байқадыңыздар ма? Ар жақта біреу бар екен. Мына жерде настройкасын дұрыс жасамаппын ғой мен. Так, мына жақта біреу атысып жатыр екен. Көрдіңіздер ме достар, артында кнопканың пайдасы сразу қозғалуға болады. Бір бастымда жатып алдым мысалға. Тағы бір бассам, не тұрдым орнымнан. Мына кнопканы басып жүрмей, артындағы оң жақта кнопканы бассам, тоже секіреді. Жауды көрдім. Так, өлтірдім. Ар жақта жау бар сияқты.
командамдағы адамды құтқарып жатырмын. Ой, бля, ана жүгіршік қашу керек. Жанды өйтіп олайын. Гранатамен өлтіріп тастадым. Мына өліп қапты ғой менің қасымдағы адам. Так, жоғарыдағы өлтіріп тастадым гранатамен. Артымнан атып кетті, өлтіріп тастады солай. Өкінішке орай. 4-ші орынды алдым, жалғыз өзім жүріп. Сонымен достар, түсінікті болды деп ойлаймын. Артындағы кулер маған ұнады. Бір ғана функция емес, бірнеше функцияны орындайды екен. Тағы да айтайын, мына смартфон туралы видеообзор көру үшін ойынға арналған смартфон Asus ROG Phone 5. Осы жерге қазір ссылка болады, сол жақта ма, оң жақта ма білмедім пока. Соған басып видео көрсеңіздер болады. Ал енді осы видеоға лайк басып каналға тіркеле кетіңіздер. Сол арқылы кейінгі видеолар тез-тез шығатын болады. Жақсы, сау болыңыздар.